Қайырлы күн достар, және менің көрермендерім. Сіздерге бүгін асыққан кезде тез дайын болатын, көп уақытты алмайтын самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Осындай қамыры қытырлақ боп, дәл базардағы самсалардан еш айырмашылығы жоқ, керемет боп шығады. Осы видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Сіздерге қалай жасалатынын көрсететін боламын. Алдымен сары май мен сұйық майды біріктіріп, ерітіп аламыз. Және бір шетке салқындатуға қоямыз. Майымыз салқындағанша қамырын илейміз. Ұнға ашытқы, тұз салып, жылы су құйып, жұп-жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр илейміз. Су жылы болу керек міндетті түрде.